Облыс орталығындағы Александр Винокуров спорт сарайында шорт-тректен жасөспірімдер арасында ел чемпионаты басталды. Дүбірлі додаға еліміздің 8 облысынан келген 100-ден астам спортшы шын жүректі анықтап жатыр. Шорт-тректен жасөспірімдер арасында өтіп жатқан ел чемпионаты дәстүрлі. Биыл аталған сайыс Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Петропавл қаласында алғаш рет ұйымдастырылып жатыр. Дүбірлі додаға қатысуға еліміздің 8 облысынан 100-ден астам спортшы ниет білдірген. Осындай жарыстардың өтуі бұл спорттың сіздердің өңірлеріңізде дамуына үлкен үлесін қосады. Қазіргі таңда мысалы шорт-трек спортының осы өңірде ашылғанына 6 жыл болды. 2017 жылы алғаш рет ашылған болатын. Осы аздаған уақыттың ішінде көптеген Қазақстан Республикасы чемпиондары мен жүлдегерлері бар. Балалар жасында әрине, егер осы деңгейде, осы қарқында жақсы дами берсе, жалғастыра берсе, негізгі ұлттық құраманың резервтік құрамына ілігуге өтуіне үлкен мүмкіндік бар. Өнер атынан өнер көрсетіп, жақсы нәтижеге қол жеткіземін дейтін жас спортшылар аз емес. Солардың бірі Санжар Жұмабек. Жас санлақ болашақта еліміздің атынан әлемге танытып жүрген шорт-тректен халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері Денис Никиша мен Абзал Ажғалиев секілді спортшыларға ұқсағым келеді дейді. Я занимаюсь шорт-треком с 9 лет. Мен шорт-трекпен 9 жасымнан бастап айналысамын. Қазір жасым 11-де. Осы спорт түріне келгеніме өкінбеймін. Алда жоспарларым көп. Бастысы мені қолдайтын ата-аналарым мен жаттықтырушыларым әрдайым жанымда. Айта кетейік, шорт-тректен ел чемпионаты 4 күнге созылады. Үздіктер марапатсыз қалмайды. Жангелді Жамалиев, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.